Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Ақшан телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Гүлдана Тілегенова. Алдымен аңдатпа. Кеншілер күніне арналған мерекелік жиындар жалғасуда. Жұмыссыздықты азайту мақсатында кезекті бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Ұлытау облысының бірінші еңбек маусымының жабылу салтанаты қаламызда өтті. Кеше Керемет мейрамханасында кеншілерге арналған мерекелік дастархан жайылды. Кеншілер күніне арналған бірқатар іс-шаралар жалғасуда. Шымболат Тілдебаев атындағы Кеншілер сарайында өз ісінің мамандарына арналған салтанатты жиын өтті. Онда өндірістің алдыңғы қатарлы еңбеккерлеріне құрмет көрсетіліп, марапаттың бірнеше түрін көрсетті. Тамыз айының соңғы жексенбісі кен өндіру саласының майталмандары өздерінің кәсіби мерекесін атап өтеді. Осы айтулы дата шеңберінде кеше Шымболат Тілдебаев атындағы Кеншілер сарайында Әділетті жол қоғамдық бірлестігінің белсенді мүшелерінің салтанатты жиыны ұйымдастырылды. Шара барысында алғашқылардың бірі болып сөз алған қала әкімі Шапағат Әубәкір кәсіп иелерін мерекемен құттықтап, сала ардагерлерінің еңбегін ерекше атап өтті. Жоғары кәсіпқойлық пен табандылықтың арқасында сіздер еліміздің экономикасын дамытуға өз үлестеріңізді қосып келесіздер. Еңбегі зор кеншілер күш-жігері арқылы өңіріміздің экономикасын көтеріп, өлшеусіз тер төгіп келеді. Еңбек жолы батырлыққа толы кеншілердің жұмысы әрқашанда қадірлі де қастерлі. Кенші даңқы, кеншілер әулеті деген сөздер үнемі туған өлкемізбен, кенші кәсібімен байланысып тұратынын білеміз. Қаламыздан тау-кен өндіру саласында 10 социалистік еңбеккерлері шыққанында біліп жүрміз. Олар Ғазиз Омаров, Демберген Баймағамбетов, Василий Штефанов, Қазымхан Кентаев, Әубәкір Құсайынов. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, кен саласы және өнер жолын қатар алып жүрген кеншілерімізде жетерлік. Олар Кәкімбек Салықов, Шымболат Тілдебаев, ақын ағамыз Мұса Төлеуовтың жолымен қаламыздың мәдени өміріне олар да өз үлестерін қосуда. Ақжарма Ақтілектің соңы марапатқа ұласып, шаһар басшысы облыстың қоғамдық саяси өміріне белсенді қатысқаны және әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін Ұлытау облысы мен Сәтбаев қаласының құрмет грамоталарымен бірқатар кеншіні марапаттады. Марапат иелері жүргізіп құттықтаймыз. Марапат иелеріне сахнада қалуларын сұраймыз. Марапатталады Оксикбаев Құсайын. Байділдинов Мадияр Рамазанович, подземный слесарь по... Салтанатты шара барысында Қазақмыс корпорациясы филиалының Жезқазған Түстімет өндірістік бірлестігінің бас директоры Бауыржан Баймұханов еңбек ұжымын құттықтап, өндіріс озаттарына еңбек ардагері, 2-3 дәрежелі еңбек даңқы, 3 дәрежелі кенші даңқы төсбелгілерін, сондай-ақ Қазақмыс корпорациясы басқарма төрағасының құрмет грамоталарын табыс етті. Бүгінгі мерекеміз барлығымызға құтты болсын. Ең бірінші тілерім әрине отбасының амандығы, денсаулық, адал еңбек, қауіпсіз еңбек. Енді қандай мерекелік шара болмасын, ол қауіпсіздікті ең алғашқы орынға қоюымыз керек деп есептеймін. Енді осы қазіргі 8-ші ай осы жылды жұмыс істеп жатырмыз. Енді өкінішке орай қауіпсіздік мәселесі бізде былтырғыдан қарағанда көрсеткіші төмендеп тұр. Соғанда енді барлығымыз атсалысып, қазіргі ошақта жоқ жігіттер, смендегі жігіттер, с утра кеткен, таңертеңге кеткен, түнге келетін жігіттеріміз бар. Барлықтарымызды соған бірдей атсалысайық деп шақырамын. Сіздердің барлықтарыңызды шын жүректен осы мерекемен құттықтаймын тағы. Марапатталады Жүнісбеков Айтбек Тілеуқабылович, номер 73-75 шаңқы. Бұдан әрі корпорацияның бірқатар еңбеккерлері жылдың үздік телім басшысы, үздік жас маман, жылдың үздік бұрғылаушысы, жылдың үздік жарықшы, жылдың үздік ұңғымашысы номинацияларымен марапатталды. Кәсіби мерекеде тау-кен саласы өкілдеріне айтылған тілек, көрсетілген құрмет аз болған жоқ. Марапаттар жалғасын тауып, кеншілердің бір тобы Әділетті жол қоғамдық бірлестігі төрағасы атынан ерен еңбек үшін төсбелгілерімен және құрмет грамоталарымен марапатталғандығын айта кетейік.
Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сатпаев. Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі кеше Сатпаев қаласындағы Шымболат Тілдебаев атындағы кеншілер сарайында өтті. Негізгі мақсат бос жұмыс орындары туралы халықты ақпараттандыру, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтып, жұмыссыз борышкерлердің қарызын өндіріп алуды көздейді. Кеше біздің қалада кезекті бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Жұмыс берушілер арасында қалалық емхана, түрлі сауда орындары, коммуналдық қызметтер, наубайхана, білім беру ұйымдарының өкілдері болды. Олар азаматтарға 227 бос жұмыс орындарын ұсынды. Мекеме өкілдері іс-шараға қатысқан азаматтардың барлық сұрақтарына жауап беріп, оларға қажетті ақпараттық қолдау көрсетті. Бұл жолы іс-шараны қалалық мансап орталығы және жергілікті прокуратура мен сот орындаушылары бірлесіп ұйымдастырды. Сатпаев қаласы прокуратурасының бастамасымен жеке сот орындаушыларының әкімдік өкілдерінің жұмыспен қамту орталығының пробация қызметінің қатысуымен бүгін және де қала кәсіпкерлерінің 30-ға жуық кәсіпкердің қатысуымен бүгін осы жұмыспен қамту жәрмеңкесі өткізілуде. Қазіргі таңда Сатпаев қаласының жеке сот орындаушыларының өндірісінде 3200-ден астам алимент өндіру атқарушылық құжаттары бар. Оның ішінде 2015 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін қиындық туғызып жүрген 32 борышкердің 73 миллион теңгеден астам алимент бойынша берешектері қалыптасқан. Бұл көрсеткіш борышкердің өндіріп алуға болатын табысы мен мүлкінің болмауына байланысты пайда болып отыр. Бұдан бөлек жәбірленушілердің өтемақы қорына өндірілетін мәжбүрлі төлем бойынша сот орындаушыларының өндірісінде 2 миллион 700 мың теңгеден астам теңгені құрайтын 56 атқарушылық орындалмаған құжаттар қалыптасқан. Жәрмеңкені ұйымдастырудың басты мақсаты, яғни пробациялық бақылау қызметінің есебінде тұрған тұлғаларды және алимент берешегі бар борышкерлерді жұмыспен қамтып, пайда болған берешекті өндіру. Жәрмеңкеге қаламыздың 20 жұмыс берушісі қатысып, қосымша 45 жұмыс беруші әртүрлі салада бос орындарды ұсынған. Аталмыш жәрмеңкеге 40-қа жуық жұмыссыз азамат жүгінген. Нәтижесінде 3 адам тұрақты жұмысқа, 1 адам қоғамдық жұмысқа жолданыпты. Алтынгүл Төлегенова, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сатпаев. Хабарымызды жалғастырамыз. Сатпаев қаласының 50 жылдығына орай Ұлытау облысының бірінші еңбек маусымының жабылу салтанаты қаламызда өтті. Дәстүр бойынша маусымның жабылуында жылдың қорытындылары шығарылып, үздік штаб, үздік сарбаздар және үздік команда басшылары марапатталды. Жасыл ел қозғалысы 2005 жылдан бері елімізде қанат жайғаны белгілі. Биыл облысымызда тұңғыш рет дербес жасыл ел жасақтары құрылды. Жыл сайын қарқынды жұмыс атқарып келе жатқан еңбек жасақтарының биылғы маусымында облыс бойынша 550 жас жұмыспен қамтылды. Іс-шараға қаламыздың әкімі Шапағат Әубәкір қатысып, жастардың игі бастамасына қолдау білдірді. Келешек ұрпаққа экологиялық білім беріп, оларды еңбексүйгіштікке, патриоттыққа, жинақылық пен тазалыққа тәрбиелейтін Жасыл ел бағдарламасының өскелең ұрпақ үшін маңызы өте зор. Сондықтан да осы жабылу салтанатымен және қала күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бағдарлама жазғы маусым кезінде студент жастарды жұмыспен қамтуға үлес қосып келеді. Ұйымның негізгі мақсаты ең алдымен жастарды ізеттілікке, парасаттылыққа баулу, және де бәрімізге ортақ қаламыздың тазалығы мен мәдениеттілігін сақтау. Жастарды ынталандыру мақсатында Ұлытау облысының барлық қалалары мен аудандары арасында үздік командир, үздік сарбаз, үздік штаб номинациялары анықталды. Бүгін Сатпаев қаласында Ұлытау облысындағы ең бірінші облыстағы жасыл ел еңбек жасақтарының жабылу салтанаты болып жатыр. Оған Сатпаев қаласының 50 жылдығына орай Қазақстан Республикасының эстрада әншісі еңлік келіп жатыр. Осы Сатпаев қаласының жастарына, яғни Ұлытау облысының жастарына арнайы мерекелік іс-шара өткізіліп жатыр. Жасыл ел еңбек жасағында белсенді жастарымыздың қатары қалың. Солардың бірі Махфуза Төлеу. Ол бұл жасаққа 3-ші маусымда келген. Ұлытау ауданының тумасы. Жұмысқа деген ынтасының арқасында Ұлытау ауданы бойынша үздік сарбаз номинациясымен ақшалай сыйлыққа ие болды. Жасыл ел сарбазының 3-ші маусымдамын. 3-ші маусымда бізге берілген жерлерді тазаладық, жинадық, және де осындай керемет табиғаттарды да көріп қайттық, фотоға түсірдік, және де біздің ауылымыз тазарып қалды, енді кішігірім болса да. Өзіміздің үлесімізді қостық.
Жалпы біздің 3-ші маусымда 18 бала барлығы өздерінің қызметтерін атқарды. Жақсы атқарды десек те болады. Бұл бір жағынан бізге табиғатта аяулауды және де тазалық сақтауды үйретті. Гүлназ Амангелдіқызы, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Кеншілер күні қарсаңында шахта проходкалау трестінің әкімшілігі және еңбек кәсіподақ комитеті бірлесіп, сала еңбеккерлеріне мерекелік дастархан жайып, марапаттың үлгісін көрсетті. Толығырақ Гүлназ Амангелдіқызының бейнематериалында. Ежелден келе жатқан игі дәстүр бойынша кеншілер күні қарсаңында Трес әкімшілігі мерекелік шараға кеншілер мен еңбек ардагерлерін шақырды. Жайылған дастархан басына жиналғандарды Жезқазған шахта проходкалау тресінің директоры Қайрат Керімқұлов, шара ұйымдастырушысы Болат Ботықов құттықтады. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі мына келген кеншілер мерекесі құтты болсын, дендерде сау болсын, отбасыңыз аман болсын, әрқашанда осылай мереке жете берейік. Бүгін міне үлкен іс-шара, кеншілер күні құтты болсын. Кәсіпорын кәсіподағының атынан, өз атымнан шын жүректен құттықтаймын. Осындай жылдан жылға осындай мерекеге жете берейік. Біріншіден осы жігіттердің төбесі әрқашанда берік болсын. Зор денсаулық тілеймін, семьяларына бақыт. Істеп жатқан еңбектерінің жемісін көрсін. Құттықтаймын, мереке құтты болсын. Кәсіби мереке шеңберінде ұйымдастырылған салтанатты кеште сала еңбеккерлерінің бірқатары еңбек озаты медалімен марапатталса, кеншілердің бір тобы бірінші дәрежелі кенші даңқы төсбелгісін, алғыс хаттар мен құрмет грамоталарын иеленді. Бұл күні жергілікті өнерпаздар да өз өнерлерін кеншілердің құрметіне арнады. Өз кезегінде шахталық трес қызметкерлері ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Хотел бы поздравить всех. Әріптестерімді төл мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларына бақыт, денсаулық, табыс тілеймін. Осындай дастархан жайып еңбегімізді ескеріп жатқан ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз. Гүлназ Амангелдіқызы, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.